Арыс қаласының Қожа-Тоғай ауылдық округінде 50 мың басқа арналған ірі қара мал бордақылау алаңы салынып жатыр. Аталған жоба инвестор есебінен жүргізілуде және Түркістан облысындағы ең ірі кешендердің біріне айналмақ. Облыс әкімі Дархан Сатыбалды қала әкімі Қайсар Маңғараевпен бірге кешеннің құрылыс алаңында болды. Өңір басшысы бірегей жобаның мал шаруашылығын жаңа деңгейге көтеретініне сенім білдірді. Арыс қаласындағы Түркістан Агро KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі базасында екі ірі кешен жаңбырлатып суару әдісімен мал азығы дақылдарын өсірумен, ет бағытындағы мүйізді ірі қара өсірумен айналысатын шаруашылық репродуктор құрылысы іске қосылады. Құрылыс бордақылау және жаю схемасы аустриялық торлы мал шаруашылығы әдісімен жасалады. Жобаны іске асырудың бірінші кезеңінде биылғы жылдың соңына дейін бордақылау алаңына 15 мың бас, 2025-2026 жылдары тағы 10 мың бас, ал 2026-2027 жылдары 25 мың бас сатып алынады. Сондай-ақ серіктестік бордақылау алаңы маңынан 4710 гектар алқапта суарудың жаңбырлату технологияларын қолдана отырып, малға арналған жем-шөп дақылдарын өсіруді жолға қоюда. Ол үшін әлемге әйгілі ауыл шаруашылық техникасын шығарушы John Deere компаниясының өнімдерін сатып алуда. Бұл бастама мал бордақылау алаңын қажетті азық көлемімен толық қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бордақылау алаңында барлық жұмыс автоматты жүйеде жүзеге асырылады. Жобаның жалпы құны 16,2 миллиард теңгені құрайды және де 100-ге жуық жаңа жұмыс орындары ашылмақ. Балауса Оспан, Жантөре Болсмұрат, Арт ТВ жаңалықтары.